Арнауда әрқайсылар өзінің аттарыңыз аталған кезде бір қошеметтеп қиқылсап бар екендеріңіз ар екендеріңіз білдіріп қойыңыздар. Ал Ешан таңлайым лағын тақылда, от болып жанып лақылда, атам қазақ арна байсын деп домбыра берген ақынға. Ал кет. Рахмет. Қадірлі Ләззат әжеміздің 18 жас туылған күніне келіп отқан қадірлі қонақтар. Мына бүгінгі қуаныштың жақсы өтуі асабаға тікелей байланысты болғандықтан мен енді өзіміздің шу жерінде күнде тойда жүрсіздер, өзіміздің өнерлі асабаларды күнде көріп жүргеннен кейін сіздерге енді қолдан келгенше сөзі бөлек, жөні бөлек, өзімен бірге осы студенттік күнімізде араласып, бір нанды бөлісіп жеген бір үйдің баласындай бүгін дос деп айтуға лайық осы. Сонау біз қазақ Бәйдібек атаның 3 атасынан тарағанбыз ғой. Мына ұлы жүзді айтамын. Сондықтан да Албан атаның ұрпағы сонау Алматы жері, кеген жерінен, Мұқағали атамыздың туылған, өскен жерінен келіп отқан Бақтияр бауырыма үлкен алғысымды айтқым келеді, қадірлі ағайын. Ал енді мына қазіргі арнау сіздер енді ойлап қалмаңыздар, мен суырып салып айтатын ақын емеспін, бірақ шамамның келгенше жазатыным бар. Алдарыңызда суырып салуға шамам келмейтін шығар, бірақ дегенмен осы қуанышқа сиясы кетпеген, кеше ғана жанымды тербеген, жүрегінен шыққан жыр өлеңді осы Әтемнің, Сәкен ағамның қуанышына сіздердің құрметтеріңізге қағазға жазып алып келдім, соны айтуға рұқсат етіңіздер. Қонақтар тойға келген армысыздар, бәріңіз есен аман саумысыздар. Осында келіп отқан баршаңыздай сыйластыққа сәуле шашқан жанбысыздар. Бүгінгі қуаныштың құрметіне көкейде қалықтаған ән құсым бар. Анамызды шын сыйлап келіп отқан сіздерге шын жүректен алғысым бар. Жанымнан ой қозғадым ақындардай, жүрегім сонды өлеңге жақындардай. Жалғанды қанша айналып кессең дағы, балаға анасындай жақын бармай. Сондықтан бізге бүгін ерекше күн, арайлы таңды көзбен атырғандай. Бүгін біздің анамыздың туған күні, есімі Ләззат деген асылғандай. Әтеміз 18-ге келіп қатты, жігітке махаббаты ашылғандай. Дәл бүгін жүзіңізді бір көрген жан, талай күн түн ұйқысын қашырғандай. Осындай сұлу қызға жар боп жүрген Сәбетхан көкемізде ғашық жандай. Ағамыз тәтемізді шын сүйеді, бұл жайды тырысайын жасырмауға. Тәтем де ағамызды жақсы көреді, себебі жүреді әркез қасынан қалмай. Сіздер әркез күлімдеп жүрсеңіздер, әлемге күннің нұры шашылғандай. Мына күн біздер үшін болып тұр ғой, Қыз Жібек Төлегенге қосылғандай. Дүниеде не жетеді армандауға, армансыз өткен сірә жан болғанда. Ер жігіттің ісінің оңал
қалуы тікелей байланысты алған жарға. Сүйген жары жақсы болса азаматтың қанаты талмай ұшар самғауларда. Жақсы әйел Құдай қосқан күйеуінің ұрпағын жалғастырар арман жолда. Осындай шын бақытты сыйлап берсе, еркекке одан биік заңғар бар ма? Тәтемді жақсы әйел деп айтар едім, мінезі ашық жарқын әр жандарға. Жақсының жақсылығын айтар болсам, болады қалай оған таңданбауға. Біз бүгін шынымен де бақыттымыз, сіздердей кеңпейілді жандар барда. Қыпшақтың ханшайымын жолықтырған Сәбетхан көкемізде арман бар мауға келді. Адамды дүниеде ана туған, анадан барлық ұрпақ таратылған. Әкенің жөні бөлек әрқашанда біз үшін асқар тұлға дара тұрған. Сондықтан да фәниде барлық адам ата-ананы сыйлауға жаратылған. Ұрпақ үшін айналған атаңызға бар біздің атамыз бен апамызда. Ата-анаң дүниеге әкелмесе, дәл осылай той тойлап жатамыз ба? Ол кісілер қанатыңды қақтырмаса, дәл бұлай алға қадам басамыз ба? Ол кісілер фәнилік болғанымен, жүрегі әрқашанда ортамызда. Ләззаттай тәтемізге әке болған, мың рахмет қалмаштайын атамызға. Тәтемді дүниеге алып келген, мың алғыс арзы күлдей апамызға. Бұл күнде талай жақсы, бұл күнде жақсы адамдар бар қасыңда, біз жүрміз күліп ойнап ортасында. Өмірде айнымайтын екі адам бар жүкті баласы үшін артатында. Тек осылар бақытты болса екен деп, жаман болсаң қасіретіңді тартатында. Сондықтан да ата-ананы қадірлейік, бағалайық бақытты бар шағында. Біз Бүрімқұл атамыздың ұрпағымыз, апамыздан бала сүйген шал жасында. Бұл күнде апамыздан әулет болып көбейдік, өсіп өніп жан басында. Сол үшін де Жұмажайдай апамыздың бақыт бар самайдағы әр шашында. Бәріміздің ойнап күліп жүргеніміз ата менен анамыздың арқасында. Жақсы жігіт ел жұртының қаласындай, жақсы әйел күллі жұрттың анасындай. Сәкен ағам қайын жұртын мақтап жүрет, сыйластығы болғасын жарасындай. Қалмаш атам Арзыкүл апамыздың ұл қызы ұрпақтары бар осындай. Қалмаш қызы Розадай апамыз бар, төбесі көкке жеткен дарашыңдай. Бұл кісі ағып тұрған сөз шебері, көңілін тілдескеннің табатын әнші, құмары тыңдағанның қанатындай. Бишілік өнерінде айтар болсам, тура бір алау болып жанатындай.
Роза апа күн келбетті әдемісіз, көрген жан бірден ғашық болатындай. Бұл кісі осы әулеттің бәйтерегі, Роза апам көктен көңіл, жан осындай. Болды апа. Тәтемнің шыққан тегі тап осындай, әлі де ашылмаған жаңа сырдай. Арнаған сыйластыққа бар ғұмырын, жан барма жексен атам нағашымдай. Ол кісіні мақтауға тіл жетпейді, жігіт еді алтын тонның жағасындай. Жетібай ағамызда дара туған, жан еді бар қазаққа жанашырдай. Бақыт әпке Садығұл ағамыз бар, олардай жақсылардай табасың бай. Көңілі көлдей тұнық қайрат ағам, бұл күнде ауылының ағасындай. Қалай жан бар, шетінен айта берсем бәл осындай. Жігіттің жақсылығы нағашыдан, біздің нағашыларымыз дәл осындай. Бұл күнді көргенде бар көрмегендей, көңілді не жетеді тербегенге. Мына күн 5 күн жалғанда нетен келер, жанды жақсылықпен ендегенге. Ләззаттен кең пейілді жанның бірі, көңілі алып ұшар ел дегенде. Бұл кісі 20 жасқа келген кезде, тойлайтын ойымыз бар кең көлемде. Бүгінгі той үлкен тойдың бастауы деп, айтайын ақ ниетпен келген елге. Байқаймын мына біздер не істер едік, қыз жібек 18-ге келмегенде осылай жүрегімнен жырақтардым, мен бұрын бір сұлуды ұнатқанмын. Бұл күнде бойдақ болып жүргеніммен, үйленіп менде бір күн тұрақтармын. Тәтемде мені жақсы түсінгендей, қыздардың басын қосты күн ақпанның. Өңімде түсім бәлде қалай өзі, сәулесін көргендеймін ұзақтаңның. Тәтем бүгін 18-ге келдім ғой деп, басын қосты жақын мен жырақтардың. Ләззат тәте, бүгін сізден байқағаным, студенттік кезіңізге бір-ақ бардың. Тәтемізді құттықтап келген екен, аты естің қыздары Гүлақтаңның. Тәтем сұлу құрбыларым бар дегенде, мен сіздерді арнайы сұратқанмын. Ал бүгін жасырмай мен сіздерге шынымды айтсам, қыздар бәлің маған ұнап қалдыңдар. Бүгінгі шат көңілдер шіркін қандай, адамзат мол бақытқа ұмтылғандай. Тәтемнің қуанғанын көрген кезде, болдық қой анамыздан шын туғандай. Құрметтеп келіп отқан сіздерменен, көрінді мына дүние құлпырғандай. Осылай тату тәтті болыңыздар, тура бір анадан бір туғандай.
төгіп сая болған. Біздердің сұлу құдаша құдағилар бар, бір-бірін тату жүріп аралаған. Көңілдері қашанда көлдей болған, адамдықты әрдайым бағалаған. Құдағи құдашалар аман болғын, қамқорлығын біздерден аян. Дүниеден жетеді қыз жанын-ай, айналдырған әлемді гүл бағына. Қуаныштың төрінде келіп отыр, күндудің өңкей сұлу қыздары да. Ол кісілер мақтауға әбден лайық, себебі өте сұлу жандары да. Әлемнің сұлуларын жинасаң да, сұлу жетпес күндудің қыздарын ауай. Өлеңді арнау қиын әр адамға, көңілін барлық жанның табаланба. Жақындар бәріңізге аман болып, тек жақсылық көріңіздер жан аманда. Осындағы қыздарға қызмет қылған, мың алғыс Асқар Таудай ағаларға. Дәл бүгін қыз күніндей жайнап жүрген, мың алғыс тойға келген аналарға. Ағамның құрдастары бақ кетпесін қарабастан, жансыздар айрылмаған бала жастан. Бәріңнің жақсылықпен атын шығып, абыройың биік болсын бар алаштан. Қиыншылық келген сәтте бастарыңа, кетпеңдер хал сұрауға жарамастан. Қабіріңе жеткенше дос болыңдар, қадіріне жеткенше араласқанна. Келеді осылай әнге сала бергін, ләззат тәте көп, шуламай қара бергін. Сізге менің ең үлкен бұл тілегім, тілегіндей болсыншы адал елдің. Ләззат тәте сізге мен шын тілеймін, жақсылығын таусылмайтын бар әлемнің. Ай, бәрекелді, тамаша. Рахмет, рахмет. Оңғарма өнерлі ұлдан асқан айтылды өлең шумақ, жырмен дастан. Ильяс Дайын жігітке мың рахмет, барлығыңызды арнап айтып, жырға қосқан ардақты ағайын. Бақтар бауырдан қошеметтік қосаңыздар. Осы әннің басын үйден бастаған, жаңа байқадыңыздар, сіздерге батқанда қалған түгін өшірден шығарып жазып жатқан. Рахмет, жасыңыз ақ болсын.